Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама лайк басып, қолдау көрсетіп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Мен бүгін өзімнің таңғы ас рубрикама осындай бір рецептімен толықтырғым келеді. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл енді лавашпен, бананмен жасалынатын таңғы ас. Банан жақсы көретіндер адамдар үшін өте жақсы болады деп есептеймін. Бұл үшін енді бізге басты керек болады лаваш, жұмыртқа және банан. Дайындалуы тез. Мен алдымен осындай лавашты алып, оны егер сіздерде дөңгелек лаваш болатын болса, онда жақсы формаңызға келетін. Мен енді осындай лавашты алдым да, осылай тарелкамен айналдырып, екі дөңгелек лаваш кесіп алдым. Міне менде мынандай екі лаваш шықты. Мен қазір табамды майлап аламын. От қызып тұрған отқа қойып, сары майды осылай жағып алдым. Және де екі жұмыртқаны вилкамен араластырамын да. Табама осы екі жұмыртқаның тек қана жартысын құямын. Айналдырып, табаның бетімен дөңгелек формаға келтіремін. Жан-жағының бәріне жеткізіп, жартысын қоя тұрамын. Міне мен осылай құйып қойдым. Қазір бетіне бірінші лавашымды саламын. Енді қалған жарты жұмыртқамды құямын үстіне. Және екінші лавашымды салып, мен жаңа бір бананды алдым. Оны осылайынша жіңішке бөліктерге бөліп алдым. Қазір мен табамдағы келесі бетіне аударамын жұмыртқа мен лавашымды. Енді осының жарты бөлігіне мен бананымды салып шығамын. Қалған жарты бөлігін үстіне қарай беттестіріп аудардым. Міне осылай екі жағын кішкене жарты минут, 1 минутқа жетпейтін уақытта екі жағын кезек-кезек аударып қуырып аламын. Сонымен таңғы асым дайын болды. Егер тәттірек болғанын қаласаңыздар, мен осылай сгущенканы кондитерлік мешекке салып алдым да, бетіне әдемілеп сеуіп шықтым. Егер онсыз жеймін десеңіздер де өздеріңіз қарайсыздар. Мен тәттірек болғанын қаладым. Қазір мен ортасынан бөліп, сіздерге көрсету үшін ортасынан бөлдім. Өте әдемі, өте дәмді таңғы ас шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қолдауларыңызды күтемін, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.